2026-да детектив жанрында шығатын 10 дорама. Біріншісі Сирена, басты рөлде Пак Миньон мен Ви Хаджун. Пак Миньонның кейіпкері аукционер, әрі өзінің үлкен компаниясы бар. Осы аукционға байланысты дегенмен де оның бір құпиясы бар. Оны сүйген әрбір ер адам міндетті түрде өліп кетеді. Ви Хаджун детективтің рөлінде. Бір күні ол алаяқтық схеманы біледі. Дәл сол схема Пак Миньонның кейіпкеріне алып барады, соның компаниясына алып барады. Ол енді қалайда осы істі соңына дейін жеткізу керек. Дорама наурыз айында жарыққа шығады. Лжец. Ер адам мен әйел адам екеуі кездеседі. Мінсіз кездесу болады. Кейін екеуінің жауаптары бір-біріне мүлдем сәйкес келмейді. Осыдан шындық ашыла бастайды. Басты рөлде Ю Йон Сок пен Со Хён Джин екеуін осыдан 10 жыл бұрын көрген едім өзім. Учитель Ким доктор романтик деген дорамада, бірінші сезонда. Мінекей екеуі жаңа дорамаға түсіп жатыр. Бұл дорама қазан айында жарыққа шығады. Үшіншісі Как стать арендателем в Южной Корее. Бас кейіпкер жалға беруші. Бір күні ол өзінің мүлкін сақтау үшін, отбасын сақтау үшін қылмыстық топқа қосылуына тура келеді. Бірақ бұл қосылуы оған ешқандай да жақсылық алып келмейді. Бұл дорамада наурыз айында жарыққа шықпақ. Төртіншісі Замужная женщина-убийца. Мұнда бас кейіпкер әйел, адал жар, аяулы ана. Дегенмен де оның екінші жолы бар, ол киллер, адам өлтіреді. Оның адам өлтіретін киллер екенін жақындары білмейді. Бір күні оның күйеуіне дәл осы киллер туралы мақала жазу керектігін айтады. Өйткені күйеуі журналист, ал ол әйелінің киллер екенін білмейді. Бұл дорама тамызда жарыққа шықпақ. Бесінші дорама Кульминация. Мұнда басты рөлде Ха Джи Вон мен Чо Джи Хун сомдайды. Ха Джи Вонды көпшілігі императрица Ки арқылы біледі деп ойлаймын. Мұнда бас кейіпкер прокурор, танымал актрисаға үйленеді. Билікке жету үшін ол қылмыстық топқа қосылады. Бірақ мұнысы өте қиын жағдайға алып келеді. Бұл дорамада наурыз айында шықпақ. Алтыншы дорама Крыса. Бас кейіпкер жазушы, оның аты, мүлкі барлығы Криса деген лақап аты бар біреуге жазылып кеткенін біледі. Енді өзінің атын қайтару үшін, мүлкін қайтару үшін ол өсімқормен бірігі осы Крисаны қалай болмасын табу керек. Дорама осы жыл шығады, әзірге нақты қашан шығатыны белгісіз. Келесі дораманың аты Пугало. Хвасондық қаншер туралы жаңа дорама. Мұнда полицей, журналист және прокурор үшеуі бірігіп маньякты қалайда табу керек. Дорама сәуірде шығады. Сегізінші дорама Менеджер Ким. Бас кейіпкер бұрын Солтүстік Кореяның тыңшысы болған. Кейін мұның барлығын ұмытады, өзінің жалғыз қызы бар өмірін осы қызына арнайды. Бірақ кейін қызы ұшты күйлі жоқ болып кетеді. Енді ол қалайда қызын құтқару керек. Өзінің бұрынғы шпиондық өмірі қайта бастап алады. Сондай бір қызық дорама болғалы тұр. Басты рөлде Со Чжи Со. Осы 10 дораманың ішінде өзім қатты күтіп жатқаным дәл осы дорама мамырда жарыққа шықпақ. 9-шы дорама Детективный агентство Кёнбоккун. Патша және детектив дегенді бұрын көргенсіздер ме? Көрмесеңіздер, енді дәл осы дорамада көретін боласыздар. Бас кейіпкер патша, жай патша емес, ол детектив. Сондай бір ізкесуші, бір таланты бар. Сондай патшаны дәл осы дорамадан көретін боламыз. Әзірге қашан шығатыны белгісіз. Және соңғысы команда управления отставными агентами. Мұнда отставкаға кеткен детектив пен жас, бірақ өте мықты детектив екеуі бірігіп 25 жыл бұрынғы істі ашу керек. Әзірге дораманың қашан шығатыны белгісіз. Мінекей 26-да шығатын 10 детектив дорама осылар. Қайсы сіздерді қызықтырды, оны комментарийге жаза кетіңіздер. Сондай-ақ маған тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта көптеген дорамаларға зор міндетті түрде болады.